Діннен емес тілден алған үлесін, қазақ деген халық барын білесің, сонда елдің ұлымын деп өзіңге шаршы топқа шалқаяныр кіресің. Осы тілдеп мінәжатың мұратың, айтып өткен бар ғұлама ұлақын, елдің дімі, ердің құны дегендер екі ауыз сөзге сыйып тұратын. Сол қызыл тіл арқасында кешелер, отқа түсіп, оққа да шөп нешелер, көре-көре көсем болып ұлдары, сөйлей келе шешем болған десе де. Тілі барда не бір сері, не серген, иығасып өзгелермен өсертең, өлер едім депті Расул бүгін-ақ, авар тілі жоқ болады десертең. Қазақ дейтін қалың елде қаракен, болды қашан қара сөздің құлы кем. Тіледі ғой қайтарғанда жау бетін қаз дауысты қазбектер үнімен. Діннен емес тілден тауып керегін, қазақпын деп қайсар өскен ел едің. Ана тілің құрыр болса, мен де сол өмір сүріп керегіне дер едім. Салтымызда жоқ іздеп құрыпта, сылтау іздеп жатпайыншы сыныққа. Көзге мақтап қайте қоям еткені, сөзден аттап кете алмайды ұлықта. Мұратына жетем десең көздеген, бұрынырақ өтем десең өзгеден, айтқанынан айнып кетпей абай бол, тас жармаса бас жарады сөз деген. Болжап біліп, болашағын салмақтап, әппақ уыз алдындағы дәмдақтап, өтсе деймін ұрпақтарым ендігі ана тілін анасындай ардақтап. Сөз аяғы айналды деп ұранға, тарпаң інім тағда бір сынарма, қайтем бірақ қаным бірге тіліммен. Әнім бірге